Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті. Сабақтың мақсаты себеп салдарды анықтау арқылы Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа мануфактура фабрика өту процесін түсіндіру. Мануфактура фабрикалардың пайда болуы мен жалдамалы жұмысшы табының қалыптасуы арасындағы байланысты анықтау. Англияның әлемдік жетекші держава ретінде қалыптасуындағы өнеркәсіп төңкерісінің рөлін сипаттау. Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы айырмашылығын анықтау. Аграрлық және өнеркәсіп төңкерістері. Аграрлық төңкеріс 16-17 ғасырлардың өзінде ақ Англияда жер иеленуші шаруалар жойылып, бүкіл жер лендлордтардың қолында болды. Олар жерінен айырылған және ақыға жалданып жұмыс істеуге келісетін шаруалардың еңбегін пайдаланатын фермерлер мен кәсіпкерлерге жалға берді. Осылайша Англияда өнеркәсіп төңкерісінің негізін қалаған аграрлық төңкеріс іске асырылды. Өнеркәсіп төңкерісінің мәні. 18 ғасырдың аяғында Еуропаның бірқатар елдерінің өнеркәсібінде мануфактуралық кезеңнен өндірістің фабрикалық жүйесіне көшу басталды. Бұл кезең өнеркәсіп төңкерісі деп аталды. Өнеркәсіп төңкерісінің техникалық және әлеуметтік жақтары болды. Техникалық жағы ол ғылыми-техникалық революцияның жетістіктерін қолдануды білдірді. Әлеуметтік жағы ол өнеркәсіпте буржуазиялық, яғни капиталистік қатынастардың нығаюын көрсетті. Англиядағы өнеркәсіп революциясының алғышарттары. Өнеркәсіп төңкерісінің маңызды алғышарттары ағылшын буржуазиялық революциясы болды. Сонымен қатар Англияның географиялық қолайлы орналасуы. Америка ашылғаннан кейін Англия дүниежүзілік теңіз сауда жолдарының торабында болуын атауға болады. 18 ғасырда Англияда өнертапқыштық ойдың дамуына қажетті жағдайлар қалыптасты. Дәл осы алғышарттар Англиядағы өнеркәсіптік төңкеріске алып келді. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісінің дамуы. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі тоқыма өндірісінде мәшинелерді ойлап табудан басталды. Иірілген жіпке деген сұраныс жіп тоқудағы бірқатар өнертабыстарға қосымша демеу болды. 1733 жылдың өзінде тоқымашы әрі механик Джон Кей шұғаны өңдеуге арналған ұшқыр шөлмекті ойлап тапты. 1738 жылы Аркрайт адамның қатысуынсыз жіп иіретін мәшине жасады. 1765 жылы Джеймс Харгривс Дженни механикалық жіп иіру мәшинесін ойлап тапты. Оның көмегімен бір жұмыскер 18-20 ұршықты қозғалысқа келтірді. 1767 жылы ағылшын шебері Хейс су дөңгелегінің қозғалысқа келтірілетін және жоғары өнімділігімен ерекшеленетін жіп иіру мәшинесін жасап шығарды. 1771 жылы Аркрайт алғашқы жіп иіру фабрикасын ашты. Мұнда мәшинелер су дөңгелегінің күшімен жұмыс жасады. Өнеркәсіптің басқа салаларында да айтарлықтай өзгерістер болды. Джеймс Уатт бұл мәшинесін ойлап тауып, оны жетілдірді. Өнеркәсіп орындарының өзендер қуатына тәуелділігі жойылды. Бұл фабрикалардың кеңінен ашылуына алып келді. Бұл мәшинесі жұмыс істеуге көмір қажет болды. Бұл көмір өндірісін дамытты. Англиядағы өнеркәсіптің дамуы жаңа қалалардың салынуына алып келді. Жолдар мен көліктердің салынуының артуына ықпалын тигізді. Луддашылар қозғалысы. Мәшинелерді қолдану еңбек ақының төмендеуіне әкеп соқтырды. Көптеген жұмыскерлер жұмыстарынан айырылды. Еңбек жағдайы ауыр болды. Жұмыс күні 14-18 сағатқа созылды. Мұның барлығы жұмысшылар арасында наразылық туғызды. Жұмысшылардың наразылығы мәшинелерге қарсы бүлікке ауысты. Жұмыскерлер фабрикаларға лап қойып, мәшинелерді талқандады. Фабрика ғимараттарын өртеді. Бұларды жіп иіру станогын алғаш талқандаған жас өспірім Недда Луданың атымен Луддашылар деп атады. Луддашылардың әрекеті кәсіпкерлерге орасан залал әкелгендіктен парламент бүлікшілерге өлім жазасы туралы заң қабылдады.
бірақ луддашылардың әрекеттері өнеркәсіптегі бетбұрыстың сәтті қадамын тоқтата алмады. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісінің аяқталуы. Өнеркәсіп төңкерісінің маңызды нәтижесі индустрияландыру болды. Бұл Англияның экономикалық географиясын өзгертті. Тауарлардың жекелеген түрлерін өндіруге мамандандырылған жаңа өнеркәсіптік аудандар пайда болды. Өнеркәсіп төңкерісі паровоздың жасалуымен аяқталды. 1825 жылы Стефенсон, Дарлингтон мен Стоктон арасында жолаушы тасымалдайтын пойызын жүргізді. Англия дүниежүзілік шеберханаға айналды. Оның бұйымдарымен ешкім бәсекелесе алмады. Лондон әлемдік сауда орталығына айналды. 19 ғасыр тарихқа мәшине ғасыры, темір ғасыры ретінде кірді. Индустриялық қоғамға өту үдерісін модернизация деп атайды. Бұл қоғамға мәшине техникасына негізделген өнеркәсіп, нарықтық экономиканың қалыптасуы, шаруашылықтың белсенді түрлерінің таралуы, қоғамның таптық құрылымның пайда болуы тән. 19 ғасырда дәстүрлі қоғамның таптық құрылымы түбегейлі өзгерді. Жаңа буржуазия. 19 ғасырда мемлекеттердің экономикалық және саяси өмірінде буржуазия өзін таныта бастады. Тарихшылар және әлеуметтанушылар бұл тап өкілдерінің мінез ерекшеліктерін талдай келе, оларға еңбекқорлық, белсенділік және табандылық қасиеттері тән екендігін атап өткен. Орта тап. 19 ғасырдың соңында елеулі құбылыс ретінде орта таптың қалыптасуы болды. Осы тапқа инженерлер, өнертапқыштар, дәрігерлер, оқытушылар, офицерлер, заңгерлер және тағы басқалары кірді. Орта тап ең алдымен Ұлыбританияда қалыптасты. Әдетте орта тап адамдары реформаларды қолдаушылар болды. Жаңа жұмысшы табы. 19 ғасырдың екінші жартысында өнеркәсіптің қарқынды дамуына байланысты қоғамда жаңа жұмысшы табының қалыптасу үдерісі байқалды. Бұл таптың әлде қайда қамтамасыз етілген бөлігін білікті жұмысшылар құрды. Олар жұмысшы аристократия деп аталды. Олар техникалық білімі бар мамандар болды. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта алған білімімізді тексерейік. Бірінші тапсырма: Вен диаграмма, аграрлық және өнеркәсіптік төңкерісті салыстыр және ұқсастықтарын тап. Келесі тапсырмада кестені толтыр. Өнертабыстар кестесін толтыру керек. Үшінші тапсырма: бүгінгі сабақта танысқан ұғымдарға анықтама бер.